әр жылы Нұр-Сұлтан қаласында тұрғын үй өте қарқынды жүруде. Осы соңғы 2 жылдың ішінде 3,8 миллион шаршы метр пәтер пайдалануға берілді. Және де бүгінгі таңда Нұрлы жер 20-25 жылға арналған Нұрлы жер деген бағдарлама іске асыруда. Бұл Нұрлы жер бағдарламаның мақсаты қолжетімді баспана салу әлеуметтік санатты азаматтарға. Сол себептен Нұр-Сұлтан қаласында әкімдік тарапынан бірнеше пәтерлерді салу және оларды халыққа пайдалануға беруге бірнеше түрі бар. Ол біріншіден пәтерлерді жалға беру, пәтерлерді сатып алу және пәтерлерді несиеге беру аз процент мөлшерінде. Бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласында бірнеше категорияларға бөлінетін азаматтарға үй салынуда. Біріншіден жаңағыда көп балалы аналарға пәтерлер салуда, және де жұмыс істейтін жастарға пәтер сатып алу арқылы және де төмен санаттағы отбасыларға пәтер салып, пәтерлерді беру мақсатын осы Нұрлы жер бағдарламасы сондай азаматтарға пәтер ұсыну бағдарламаның басты мақсаты болып саналады. Бүгінгі таңда әкімдіктің жоспары бойынша 2021 жылы 8110 пәтер беру жоспарлануда. Олар жаңағы 1050 пәтер ол жұмыс істейтін жастарға арналған, және де көп бала аналарға 383 пәтер беру, және де санат төмен отбасыларға 147 пәтер беру жоспарлануда. Бұл пәтерлер жалға беріледі. Бұл категорияға жаңағы әр жас отбасы да қатыса алады. Сондай-ақ жаңағы әкімдіктің тізімінде тұрған азаматтарда осы пәтерлерге қол жеткізіледі. Және де бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы статистика талдау бойынша нарықтық баға, 1 шаршы метр нарықтық бағаның құны 389 мың теңге болса, бұл Нұрлы жер бағдарламасының 1 шаршы метрі 220 мың теңге болып саналады, есептеледі. Бұл алдыңғы жылдары бұл 180 мың теңге болған 1 шаршы метрі. Бұл мақсаты қолжетімді пәтерлерді халыққа пайдалануға беру. Сол себептен әкімдіктің тарапынан шаралар қарқынды жүруде, үй салу шаралары. Және де әкімдіктің тізімінде тұрған азаматтарға да пәтер беру және отбасы банк арқылы аз пайызды 5-10-20 деген не бойынша несие ұсынылады. Бұның шарттары ең оңай. Бұл қатысу үшін, бұл бағдарлама қатысу үшін әр азамат отбасы банкында депозит ашады. Сол депозит ашу бойынша жаңағы 5% 10 бастапқы жарна бойынша және 20 жылға несие беріледі. Бұл басқа коммерциялық банкаларға қарағанда әлде қайда төмен проценттік ставка болып табылады. Және де тағыда да бағдарламалар осы былтыр тағыда бір бағдарлама бойынша пәтерлер берілуде. Ол 7
10-25 деген бағдарлама, онда 7%-бен 20% және 25 жылға несие беріледі отбасы банк арқылы. Бұл бағдарлама бойынша әр азамат жаңағы бюджеті төмен, мысалы 80 мың теңгеден бюджет аспаған азаматтарда қатыса алады. Жаңағы бір нету бойынша депозит міндетті түрде отбасы банкіде болу керек. Тағы да әкімдіктің тарапынан пәтерлер сатып алуда нарықта, мысалы республикалық бюджеттен бір пәтердің құны 7-2 миллион теңгеден асса, қалған мөлшерін жергілікті бюджеттен төленеді. Бұл жаңағы жұмыс істейтін жас азаматтарға арналған. Және де көп бала аналарға да әкімдік тарапынан пәтерлер сатып алуда, оның құны 8 миллион 400 мың теңгеден аспау керек. Егер 8 миллион 400-ден асқан уақытта қалған мөлшері жергілікті бюджеттен төленеді. Және де көп бала аналар және де толық отбасыларға да бақытты отбасы деген бағдарлама бар. Бұл жаңағы әкімдік 1 миллион теңге сертификат береді, бір бастапқа жарнаға. Қалғанын жаңағы нарықтан өзі табады пәтерді. Сосын 1 миллион теңгені әкімдік тарапынан сертификат беріледі. 500 мың теңгені өз депозитінде, отбасы банкінде депозиті болу керек. Бұл көп отбасы нелерге арналған. Бұның несие беру мерзімі 20 жыл. Жаңағыдай осындай көптеген әкімдіктің тарапынан бүгінгі уақытта пәтерлер беру, қолжетімді пәтерлер беру іске асыруда, шоғырлануда, үкімет тарапынан толық қаржыландыруда. Бұл қаржыландыру, бұл үкімет бөлінген қаржы қайтарымды қаржы болып саналады. Өйткені бұл жаңағы әкімдік үйді салады да, отбасы банкқа береді. Отбасы банк жаңағы пәтерлерді жаңағы қолжетімді отбасыларға және де басқа да категорияларға пәтерді ұсынады. Тағы да айта кететін болса, бұл бағдарлама 25 жылға дейін арналған. Әр жыл сайын, мысалы, осы соңғы 3 жылда 46 миллиард ақша бөлінген осы пәтерлер салуға, қолжетімді халықтың. Енді 25 жылға дейін толық емес, енді көп осы пәтерлер мәселесін шешуге үкімет бәр күшін салуда. Мүгедектерге де арналған, осы мүгедектерге де осы бағдарламаға қатыса алады, және де Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер де қатыса алады. Бұл айтып отырмын, бұл жаңағы бұл бағдарлама кез келген азаматқа, осы Нұр Сұлтан қаласының тұрғындарына арналған бағдарлама болып саналады. Әкімдік барлық жағдайлар жасауға тырысуда бүгінгі уақытта.